Сәлем достар. Егерде жаңа жылдық кешке қандай салат жасаймын деп ойланып отырсаңыз, міндетті түрде осы салатты жасап көріңіз. Бұл салаттың ерекшелігі үйдегі бар заттардан дайындалады. Ең бастысы өте дәмді. Менің отбасыма қатты ұнады, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Алдымен осылай соленый қиярымызды алып, салом кетіп турап аламыз. Дүкендікі болсын, қолдан жабылған болсын, бәрібір корнишон болса, тіпті керемет болады. Енді ыдысымызға саламыз. Содан кейін қайнатылған жұмыртқамызды да дәл солай салом кетіп тураймыз. Жұмыртқамызды алдын ала дайындап қойдым, қайнатып. Енді онда турап болғаннан кейін ыдысымызға саламыз. Бұл салатта пісіріп алатынымыз тек қана жұмыртқа және ет, қалғандарын үйдегі бар өнімдерді қосамыз. Жұмыртқамызды да ыдысымызға саламыз. Енді қайнатылып піскен етімізді де салом кетіп турайтын боламыз. Етті негізі қайнатып болғаннан кейін бір рет қуырып алған жақсы, бірақ менде қуырылған ұнамайды, сол себепті қайнатып дайындап қойдым. Міне барлығында дәл солай салом кетіп тураймыз да ыдысымызға саламыз. Бұл салатта тағы бір ерекшелігі, бұл сіздің ешқандай уақытыңызды алмайды, көп уақытыңыз кетпейді. Тек қайнатып пісіріп аласыз да, тек турап-турап араластырасыздар. Енді ыдысымызға саламыз. Содан кейін консервідегі осындай кукурузымызды саламыз. Және грек жаңғағын саламыз. Оны 4-5 бөлікке бөліп саламыз. Үстінен 2 ас қасық майонез саламыз. Одан көп салмасаңыздар болады, өйткені менде 3 ас қасық салғам, бірақ майонез көп болып кетті. Енді әдемілік үшін бетіне осылай сухаримен әдемілеп шықтым, бірақ ол міндетті емес, өз қалауларыңыз бойынша. Барлықтарыңызға ас болсын, назарларыңызға көптен көп рахмет.